Ал сәлем әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына, біздің YouTube каналымызға. Мінекей қараңыздаршы, не деген үй, зәулім сарай, 300 шаршы метрді құрайтын Ақжайық мөлтекауданынан үйімізді бірге обзор жасап жатырмыз. Тамаша проект, 90% бітіп тұр. Алдында мінекей 8 соттық жер телімі, тамаша полностью қоршалған, ландшафтқа уже бетондар жүргізіліп қойған. Мінекей керемет. Шлакоблочный забор, жан жағымызда мектеп 89-шы, және Алматинская трасса, осындай Ақжайықтың дәл орталығынан осындай үйіміз сатылымға шығып тұр. Кірген кезде керемет, осындай холл бөлмесі, төбе биіктіктері өте биік, где-то 3-те 5-ті құрайды. Мынау үлкен гардеробная, проект вообще бесподобный, райт стильді, мынау айнасы кіргенде, и мына ремонтына мән береміз. Барлық жерде теплый пол, тамаша холл бөлмеміз, жарасымды жиһаз, жарасымды интерьер, мінекей люстра, мынаның бәрі әдемі жарасып тұр. Панорамный терезелер, мінекей бір терезе, екі терезе, и мына жағының бәрі круговой, қараңыздаршы, қаншама терезе. Осындай тамаша проектісімен үйді өзім бірінші рет көріп тұрмын. Панорамный терезе да пола, теплый пол, островок, мінекей мына жердің бәрі осындай до потолка жиһаздармен жабдықталған, техникасына дейін орнатылған. Осындай керемет үй, осындай проектісі өте жарасып тұр. Үй осындай көріп жүрген адамдарға бір-біріңізге жіберіп қоямыз. Мынау баспалдақ 2-ші этажға. Ал мына жерде мінекей 8-де 5-ті құрайтын тамаша қонақ бөлме. Мінекей қонақтар күтетін дайын, парящий потолки, 2 бірдей, мінекей 3 бірдей терезе, жарасымды шторы. Мінекей осындай тамаша үй, барша қазағыма жұғысты болсын. Үй негізі өте жоғарғы деңгейде жасалынған ремонт. Ал мынау бірінші санузел, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай кең санузел. Бұл үйде 3 бірдей санузел бар, вытяжкада бәрі орнатылған. Енді кеттік, төбеде 4 бірдей жатын бөлмеміз бар. Кеттік, төбені аралай берейік, жүріңіздер. Мына баспалдағына мән береміз. Өте сапалы жасалынған баспалдақ. Ал мінекей 2-ші этажымызға шықтық. Мінекей тамаша баспалдақ, өте ыңғайлы. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай жарасымды тоже бұл жерде де интерьер. Жан жағында мінекей полностью бра, төбесінің бәрі парящий потолки. И мына жерде уже жатын бөлмелер кеткен. Бірінші жатын бөлмеміз. Бұл жердің бәрінде енді теплый пол да бар, әрі радиатор да бар. Мінекей өте үлкен панорамный терезелер. Мынау 2-ші этаждың жуынатын бөлмесі, санторап. Жаңа айттым ғой, 3 бірдей санузел бұл жерде қарастырылған. И бұл жерде де вытяжкасы бар, душевая. Өте тамаша, жарасымды. Мынау прачечный, и және мына жерге толық шкафтардың бәрін орын қалдырылған. Келешекте бұл жерде гладильный болады. И мынау мастер спальнямыз. Мына қараңыздаршы, не деген кең мастер спальня, жарасымды. Өзіне аппақ белоснежный мебель қойылған, 3 бірдей панорамный терезесі бар бұл жерде де. Мына жерге айнаның орны қалдырылған. Бұның светін жақпаппыз ғой. Люстрасы, нет, люстрасы жанып тұрған жоқ. Кондиционер орнатылған. И мына жерде осы отбасылық гардеробная, өте кең. И және ар жағында ванная комната. Бұл жерде де вытяжка қалдырылған. Сонымен қатар бұл 3-ші жатын бөлмеміз. То есть 2-ші жатын бөлмеміз. И және мына жерде де көрсете кетсек болады. Мінекей бұл жерде де теплый пол, өте кең коридор, терезе. И бұл үйдің фишкасын қараңыздаршы, не деген керемет көрініс. Барлық әдемі красотаның бәрі көрініп тұр. Бұл үлкен балкон. И және бұл жердің бәріне келешекте айна орнатылады жан жағында, чтоб безопасностьты балдар құлап кетпесін деп. Мынау біздің 3-ші жатын бөлмеміз, балдарға арналған, толық тоже жиһаздармен жабдықталған, шкаф, мінекей барлық полочки и өте үлкен терезесі бар. Бұл жерде де кондиционер орнатылған. Мынау біздің енді 4-ші жатын бөлмеміз қалды. Мінекей осындай ерекше проект,
өте жарасымды цветтермен бояған. Мынау қыз балдарға арналған осындай керемет өзінің шкаф орнататын жеріне дейін. Енді мына қараңыздар, не деген красивый вид. Бір, екі, мінекей полностью мына терезенің бәрі панорамный, тамаша көрініс болып саналады. Мінекей осындай тамаша үйлердің проектісі біздің Реалти Шымкенттен көп көріп тұрсыздар. Баршаңызға осындай үйлер жұғысты болсын.